оқушылар, білім көзі кітапта бүгінгі тақырыбымызда кітап көрмесін сіздердің назарларыңызға сұнамын. Букросник ағылшын тілінде кітаптың айналыста жүруі, өзің оқысаң өзгеге табыс ет қағидасына негізделген хобби мен адам және кітап арасын жақындататын, кітап оқуға шақыратын қоғамдық қозғалыстардың бірі. Букросниктің ережесі бойынша кез келген адам өзі оқып бітірген бір кітабын қоғамдық көпшілік орындарда, саябақ, кафе, кітапхана және тағы басқа жерлерге қойып кете алады. Бұл кейін кітапты тауып алған басқа адам оқиды. Оқып болған соң, ол да сол кітапты орнына тастап кетеді. Дәл осылай осы кітапты басқа оқырман да оқи алады. Букросниктің басты мақсаты ол үйімізде шаң тозаң болып жатқан, немесе оқылған кітаптарға екінші өмір сыйлау. Оқырмандар арасында кітап алмасу акциясын жүргізу, әртүрлі жастағы оқырмандарды кітап оқуға шақыру, кітапханаға оқырманды тарту, күнделікті өмірдегі әр оқырманның кітап оқу әрекетін танымал етуге өз үлесін қосу, әлемді үлкен кітапханаға айландыру.